Міне осыған салады мен қазір. Ай, әдемі. Бәрекелді, жылқышылар осылай міне. Әне. Давай, лақпыра, кетті. Әдемі міне. Ассаламу-алейкум. Мына қасқа айғырдың үйірін айдап әкелдік. Себебі менің ішінде бір байталым бар еді, қолындаған. Соны басқа айғыр тартып алған екен. Қолыны бірнеше күн болғанда білмеймін, қолыны нақты қашан емген, бірақ бір 2-3 күн ембей қалған екен қолын. Жаңа еміп жатыр. Ана К деген таңба не. Көріп тұрсаңыздар. Сол менің байталым. Мынау. Бұлар енді байталдар ғой не қолынды көтер алмайды емген, сәл жүдеулеу сияқты. Әсіресе қолындағандар. Мынау айғыр міне, айғырға баға беріп жүріңіздер. Мына күрең қасқа айғыр. Әрі жақсы айғыр. Н.С. деген, Нұрлыбек деген ағамыз бар ауылда. Сол кісінің айғыры. Енді білмеймін, енді қалай алам екен, алмайым екен. Мына айғыр сатылады дейді ау. Миллион жарымды қымбат деді. Қайдағы миллион жарым дейді алында. Мұғалжар жылқысы. Күрең қасқа мұғалжар жылқысы сатылады онда. Миллион жарымға. Қол аяғы балғадай. Аталы қызы бар дейді ал. Мен білмейді екен бұны, бірақ артындағы адамдар айтып жатыр. Мына айғырдың аталы қызы бар, сатылады дейді миллион жарымға. Ал бағаларыңызды беріп жіберіңіздер. Қалай? Тұра ма миллион жарымға? Тұрмай ма? Мына жерде 3 байтал қолындаған болып тұр ғой. 3 қолын мына жерде. Жаман емес қой мынау деген. Ат қылып мінуге де болады екен болашақта. Жуас дейді. Жылқы оңай емес негізі. Мен ондай қатты хабарым жоқ жылқыдан жалпы. Осылай. Енді ана қолындарды ұстап ең сал жүруге шығар Алла қалса. Мына бірінші қолындап тұрғаннан кейін байталдар күйі нашарлау. Себебі сиырларда да бәрінде де болады ондай нәрсе. Енді қолын көтере алмайды деген сияқты. Генетикаға да байланысты ол. Енді мынау деген айғыр жаңа верховойлау айғыр ғой негізі. Бұның қолындары андай мінгіге жақсы болып келеді деп ойлаймын енді өзімнің ойым. Сосын жақсы байталдар да бар, жоғалтақ. Сондықтан да былай енді жүйрік болмағанмен жаңағыдай малға мінуге болатын еркек қолындарды алып қалуға болады. Солай. Негізі жуас айғыр мынау деген. Ау. Солай. Үйренген андай уже келеді да, неден далалықтан айдап келген кезде мына қораға жылқы малы үйренеді екен. Қақпайлап әкелді. Енді қолындарды ұстау керек болып тұр. Негізі менің өзімнің андай сиыр жақсы сияқты жылқыға қарағанда. Жылқы малы сәл енді онымен жылқымен айналысатын адамдар енді мінезді адамдар керек сияқты, мінезді. Менің өзім жеке пікірім, енді өзіме байланысты болсам ондай қатты қызықпайды екенмін жылқы ұстауға, бие ұстауға деген сияқты. Сауға да болады негізі. Солай. Бағаларыңызды беріп жіберіңіздер. Мына айғырға миллион жарымға сатылады дейді. Жақсы, қарны да жақсы екен, биік та өзі.
қазір мына құлынға ала қалса, менің құлыныма бұғалық салады. Енді менің деп қоямыз, енді адам баққан адамдікі ғой негізі бұл. Біздің құлын деп қояйық енді. Мен өзім қарамайды екем жылқыны. Бақпаймын, жылқыға жоқ деп айттым ғой жаңағыдай. Соған қазір бұғалық салады. Міне, осыған салады мен қазір. Ай, әдемі. Бәрекелді, жылқышылар осылай міне. Қазір міне. Давай, бұра, кетті. Әдемі міне. Болды, ұстап аламыз.